Кезегемен туғандар, ошо япошкаларга келип жеттик. Сектор 1деги оң жолдуу япошка автоунаалары, малолитражка, седан, минивендерди баарын тартабыз. Азыр мен мына ушул базардын четинен баштап жатам. Бул жерде дагы жакшы унаалар турат, ушулардан баштайын. Mazda Demio, жылы 2003, 1.3, коробкасы автомат, $4400, 197 000 километр жүргөн. Mazda Demio, түсі қара түсті. Honda Odyssey Absolute, қара түсті. Жылы 2004 автомат. Басы $5800 сұрап жатыр. Дөңгелектері азыркы учурда жайкы. Монтаж кийинки бул жакта Toyota Wish автоунаасы ак түстө, дөңгелектери кышкы. Toyota Wish 2003 1.8 $7700 сұрап жатам дейт. Кызуында жакшы абалда, чыгылган жерлери жок. Бул жакта Subaru Forester. Дөңгелектери кышкы. Жылы 2003, 2 объем турбина, коробка автомат, Cross Sport. $6500. Honda Kappa автоунаасы кара түстө. Жылы 2220 000 километр жүргөн, коробка автомат, 1.5 объем, $4200. Монтаж бул жактагы Honda Accord автоунаасы. Жылы 2003, 2.4, коробка автомат, японец, жумуш жок дейт, 209 000 километр жүргөн. Басы $7000. Toyota Ранс автоунаасы. Дөңгелектери кышкы. 2003 жылы, көлөмү 1.5, жумушу жок. Басы $6900 сұрап жатыр. 176 000 километр жүргөн. Кийинки бул жакта ак түстө Honda Fit, жылы 2003 1.3, 222 000 километр жүргөн, басы $5800. Азартын өтүп көрөлүчү. Honda Fit. Анын жанында Honda Inspire күмүш түстөгү автоунаа. Отуруштары обычно велюр, жылы 2003. Басы $7100 сұрап жатыр. Дөңгелектери кышкы. Абалы жакшы. Салонун бир көрөлү. Монитор бар, задний камерасы бар. Дагы бир көк түстө 1.5 объемдуу Honda Fit. Жылы 2003. Басы канча болот? $6500. $6500. Автозавод бар экен. Автозавод бар. Монтаж. Достор, Армениядан келген Toyota Alphard'ты көрсөтөбүз. 2006 жылкы, объем 3, 2 ВД. Состояниясы жакшы. Alphard'ты издегендер көп болушу керек. Үстүндө люк дагы бар. Азыр дөңгөлөктөрү. Салон ачып көрөлүчү. Alphard. Армениядан келген Alphard'тын баасы кандай болду экен дегендер болсо керек. 2006, 243 000 километр жүргөн, газ, бензин, басы $10,000. Армениядан келген
улантабыз. Кийинки Honda Odyssey. Газ, бензин, жылы 2001, объем 2.3, автомат. Бағасы $5000. Ошу номерге чаласыздар. Toyota Nova 210 000 км жүрген, жылы 2004, 2 объем, автомат, $7500. Дағы бір Honda Accord, жылы 2003 жылғы, объем 2. Асы $7700 сұрап жатыр. 188 000 км жүрген, отырыштары қара түсті кожа, артында спойлері дағы бар. Honda Stream, ақ түсті, дөңгелектері қышқы. Жылы 2002, объем 2 автомат, басы $5400 сұрап жатыр. Мұнан кейін RF1, күміш түсті, жылы 2000, объем 2, басы $5700. Байланыш нөмірі 708 74 76 75 деген нөмірді. Маңайда баклажан түсті Honda Step Spada. Жылы 2004, объем 2, 170 000 км жүрген. Басыны көрдіңіздер, $10,000 деді. Honda Step RF3, ақ түсті, жылы 2002, объем 2. Басы $7300 сұрап жатыр. Қазір салон ашып көрелі. Honda Step RF3. Артында чалғыла жандарым деп жазып қойып тұр. Номері дағы бар. Чалып таныш көріңіздер. Бұл жерде жақша болда Toyota Ipsum 2.4 объемда, күміш түсті, дөңгелектері қашқы, өте жақша болда. 130 000 км жүрген, 2004 жылы, 2.4, $9900 сұрап жаттыр. Передний камерасы дағы бар. Subaru Legacy 5 турбина. Кісілерге есі малымат қағазы жоқ екен, кейінгі өтеміз. Машу жердегі Honda Accord'ты көрсетеміз, өте жақша болды. Күміш түсті, жылы 2000, объем 2, рестайлинг, моторы простой, басы $5300. Жаңағы тартқан Аккордтың торнео кузовы, күміш түсті, өте срочно сатылады екен. Жылы 2001, 1.8 автомат. Камерасы бар екен, басы $5500, 330 000 км жүрген. Honda Inspire, дөңгелектері қышқы, жылы 2004, объем 3, срочно $6200. Бұл жерде достар Honda Elysium Prestige автонасы армиядан келіп тұр, бірақ малымат қағазы жоқ. Андан кейін бұл жерде Honda Step Spada қызыл түсті, үстінде люк тағы бар, жылы 2004, объем 2 газ, басы $8500. Салон қорпайды. Алейкум ассалам. Пробеги 339 000 км жүріп тұр. Монтаж, сондан кейін бұл жерде Honda Stream. Жылы 2001, технический состояниясы жақсы дейді, объем 2,
$4700. Subaru Forester 5 turbina, жылы 2002, объем 2, коробкасы автомат, $5600. Toyota Mark X автоунасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2006, 2.5, бағасы $6,500 сұрап жатыр. 277 мың километр жүрген пробег. Салонет. Мынада фотограф бар ма? Хозяин бияқта ұқсайды. Шеткі бар. Рахмат тақсыр. Рахмат деп. Квартираны тартқан екенсің. Сатып кетті. Болды. 170 мың километр жүрген, жылы 2002-1.3, автомат $5600. Бұнда шығып кетті.